Сол видеода базы комменттер және келіп отырған пікірлерге жауап беріп өтеміз. Адамды өзгертіп Құдай едің деп жазыпты. Біз еш жерде адамның тағдырын өзгертеміз деп қойған жеріміз жоқ. Миын өзгертеміз деп айтамыз. Адам тағдырын бендес өзгертпейді, бірақ адамның миын өзгертсе болады. Ми дегенде нені назарда тұтамыз? Адамның психикасы, соның ішінде түп санасы, яғни подсознание. Барлық проблемалар сол түп санада жайласқан болады. Адамдағы сана, түп сана, сезімлер, пікірлер, әдетлер, характер һәм басқалар жәмленіп, адамның психикасын құрайды. Адам туылғаннан бастап келе жатқан пікірлері, түсініктері, тәрбие арқылы басқа да жақлардан көріп, миына сіңген программалары, адамларға өкпе гинесі, ғазебі, психологик жарақатлар, қорқулары, мүнәсебетлердегі машқалалар, ақшаға байланысты машқалалар, көптеген кеселіктер һәм басқа да адамның өмірінде болып отырған har қандай проблеманың, машқаланың себептері һәм шешімдері осы миымызда жайласқан болады. Бұл дүнияда көп затлар өзгереді. Адамның ішкі ағзаларды алмасады. Кардиохирург адамның жүрегін өзгертеді десе, ешкім хайран қалмайды. Неге енді адамның миын өзгерту мүмкін десе, хайран қалу керек? Және жазылып тұратын комментлердің бірі, неге очки тағып отырасың? Коммент жаздыру үшін тағасаң ба? Очкиң қымбат па? Анау мынау деп әртүрлі пікірлер жазып отырғанларға, неге очки тағатығының себебін алдыңғы видеоларда айтып өткенмін. Басқа да түсінбей жатқан сұраулар болса, каналымыздағы видеолармен толық танысып шығың. Reels, актуальныйдағы және прикрепленныйдағы видеоларда өзім хақымда айтып өткенмін. Және де басқа сұраулар болса, жазып қойсаңыз, арасында солардың барлығын жәмлеп, осындай видеолар түсіріп тұрамыз. Каналымыздағы отзывлардың бірін көріп, бір адам жазған екен, давлениенің психология не байланысы бар деп. Және біреуі давление нормаласты деген өтірік болып қалды деп жазыпты. Һәм соған ұқсас пікірлер жазып тұрады. Сондай пікірлерге жауап үшін неге кеселіктер қайталана береді деген видео шығарып қойыппыз. Сол видеода адамның психологиясының организмге тәсірі туралы айтып өткенбіз. Түсінбей тұрып, сондай комментлер жазып отырғанлар дүния сіз білген затлардан ibarat емес. Түсінбесеңіз үйреніп шығың. Көп адамлар өзінің ойындағы білген затлары, яғни ойында не бар болса, дүнияның бәрі сондай деп түсінеді. Аквариумдағы балық дүнияның бәрі сол аквариум деп түсінеді. Басқа жақта океан бар екенін де білмейді. Енді базы ақыллық қылатығыларға келсек, базылары менің үстімнен күліп жазады, базылары кемсітіп жазады. Күлесіз ба, ақыллық қыласыз ба, маған сіздің пікіріңіздің бір тиынлық қызығы жоқ. Білгеніңізді қылып жүре берің. Біздің айтып жатқан затларымызды ілімі бар, парасаты бар адамлар түсінеді. Адамда ілім болмаса, парасат болмаса, не зат деп айтсаң да, қайт түсіндірсең де пайдасы жоқ. Кішкентай балалар түсінбей тұғын, білмей тұғын затына араласа берсе не деп айтады? Бар, анаяққа бар ойна дейді ғой. Тап сол гәп. Және базы видеоларда өзің шаршап, қысылып отырсаң ғой деп жазып тұрады. Біздер видеоларды көбінше түнде түсіреміз. Азаннан кешке сеансларды өткеріп болып, әркімнің проблемаларын естіп, шаршап болып түсіреміз. Сол кезде шаршап көрінуі мүмкін. Оны елестірмейсіз. Әзірім сол тоңып тұрмын. Бірақ сонда да видео түсіріп жатырмыз. Бұндай видеоларды елестірмей, тек пайдалы мағлұмат болса, өзіңізге алсаңыз болады. Одан кейін менде идеальный адам емеспен. Менің де кемшіліктерім көп. Бізге келетұғылар менің кемшілігімді табу үшін емес, өзінің проблемасын шешу үшін келеді. Әр түрлі кемшіліктер тауып беретұғын адамларға айтып кетсек, мендегі ең үлкен кемшіліктердің бірі адамлардың айтқанын менен жүре алмаймын. Сіз көріп жүрген адамлар дұрыслап отырса, дұрыслап сөйлесе, мен ондай қыла алмайтын екенмін. Қалегенше отырамын, қалегенше сөйлеймін. Бізге келетұғын адамлар да тап сондай болып шығады. Басқалар не деп ойлайды, үстімнен күлмес бекен, жаман зат жазбас бекен деп ойлап отырмайды. Басқалардың пікірі қызық емес болып қалады. Сізде де сондай кемшілік болуын қалар ма едіңіз? Ақырғы гәп орында соны айтып кетсек, біз әмме үшін емеспіз. Әмме де біз үшін емес. 80% адамлар біздің аудитория емес. Қалған 20% адамлардың ішінен бізді түсінетұғын, біз оларға туыр келетұғын, олар бізге туыр келетұғын адамлар шығады. Сондай адамлар ғана бізге келеді. Осы видеоның жұмағы ретінде негізгі айтқым келген затты айтып кетсем, адамлардың дүния қарасы өзінің өмірде көрген білген затларынан ibarat. Көрмеген, білмеген затларын оның миы қабыл етпейді. Соның үшін әр түрлі келіспеген затлар жазады. Біз көрмеген, білмеген затлар жоқ дегені емес. Бұл дүнияда біз білмейтін затлар жүдә көп. Әзірше айтпақшы болғанларымыз осылар. Иншаллах, жақын арада басқа видеолар шығарамыз.